Мен сендерді Жапонияның Нагасаки қаласының жанындағы кішкентай бетон аралға апарамын. Бұл Хашима. Оны көбінесе Гунканджима, яғни соғыс кемесі аралы деп атайды. Судан қарағанда ол шынымен де әскери кемеге ұқсайды. Биік теңіз қабырғалары, қабаттасқан блоктар, көкжиекті кесіп өткен қараңғы сұлба. Қысқаша тарихы мынадай. 500-800 жылдардың соңында Жапонияға тез дамып келе жатқан өнеркәсібін қуаттандыру үшін көмір қажет болды. Mitsubishi бұл аралды сатып алып, үлкен теңіз қабырғаларын салды және кішкентай тасты тіккен қазу қаласына айналдырды. 1916 жылға қарай олар Жапониядағы алғашқы үлкен темірбетонды көпқабатты үйлердің бірін салды. Ені небәрі 6,3 гектар болатын тас үстіне. 1950 жылдары ең гүлденген кезінде мұнда шамамен 5000 адам тұрған. Бұл оны жердегі ең тығыз қоныстанған жерлердің біріне айналдырды. Мектептерді, емхананы, дүкендерді, тіпті шатырдағы ойын алаңын елестетіп көріңізші. Бетон мұнараларға қабаттасып салынған. Ал қабырғаның ар жағында мұхит. Оның қараңғы жағы да бар. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мұнда Корей жұмысшылары қатал, мәжбүрлі жағдайда әкелінді. Қытай жұмысшылары қатал, мәжбүрлі жағдайда әкелінді. Кен орны Жапонияның соғыс машинасына отын болды, және көптеген адамдар азап шекті. Бұл оқиғаны шынайы айту үшін оны есте сақтау өте маңызды. Содан кейін энергия көзі өзгерді. Жапония көмірден мұнайға көшті. Кен орны 1974 жылы жабылды. Арал бірнеше айдың ішінде босап қалды, және бәрі тұзды ауа мен тайфундардың әсеріне қалды. Нәтижесі қорқынышты, құлаған баспалдақтар, ашық дәліздер, ашық қабырғалар сияқты арматуралар. 2015 жылы Гунканджима Жапонияның өнеркәсіптік революциясы үшін ЮНЕСКОның бүкіләлемдік мұра тізіміне енді. Осы сияқты орындарға байланысты құрбандарды мойындау міндеттемесімен. Сіз оны байқамай көрген шығарсыз. Skyfall фильміндегі зұлымның иесі ма? Гунканджиманың көрінісінен шабыт алған. Ол бейне ойындарда, музыкалық бейнелерде, фильмдерде кездеседі. Өйткені өсуді, гүлденуді және тастап кетуді осылай айқын көрсететін жерлер аз. Баруға бола ма? Иә, Нагасакиден лицензияланған қайық турларымен. Қону ауа райына байланысты және қауіпсіздік үшін белгіленген маршрутпен жүресіз. Ең жақсы жолы контекстпен бару, архитектура, өнеркәсіп және бір тас үстінде қабаттасқан естелік. Гунканджима бұл уақыт капсуласы, бетонға енгізілген адам амбициясы және онымен бірге келген шығындар. Елді қуаттандыратын нәрсе артында бос қабық қалдыра алатынын еске салатын соғыс кемесі пішінді ескерткіш.